азаматтар. 7 мамыр Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне 30 жыл толуына орай сардарлар мен сарбаздар ел тірегі атты тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезім мен нұр құйып, 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесіне келіп жетті. Осынау айтулы мерекенің қай кезде де орны бөлек. Олай болатыны абзал азаматтарымызға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Олар өмірін мәні, көңілдің жыры, әр отбасының алтын қазығы. Ендеше бүгінгі мерекелік кешіміз өздеріңізге арналады. Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп тұрған, халқымызға қорған болғай, айбынды жігіттеріміз арта берсін. Таңға адал, елге қайырымды, жүректеріңізде оттай лаулап, қайратты, мақсатты болыңыздар. Неке көрдіңдер ме? Құрметті балалар, баршаңызды келе жатқан 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймыз. Бүгінгі мамыражай тыныш өмір аталарымыз қалыптастырған берік бірлік нәтижесінде де келді. Ер жігіттің құл болмай, ару қыздың күң атанбай, халықтың бірлікте өмір сүруі нақ солардың арқасында. Ендеше аспанымыз ашық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.